сәлем оқырман. Айда өзінің өмірі, Нұрдәулетте мүлдем бөлек өмір. Екеуі екі жаққа кетіп, жаңа өмірлерін бастауда. Кеше болса Нұрдәулетті Аягөзбен бірге көрдік. Қыз да кетер үміткер күтіп отыр. Жігіттің де басы бос, бір-біріне үйлесімді ақ. Ендігі Нұрдәулетті Қосылайық жобасынан көреміз деп ойлаймын. Жаңа өмірін Аягөзбен бастағысы келетін секілді. Мүмкін тағдыр екеуін осылай тоғыстырған шығар. Аягөздің де көзінен бір сенімділік, Нұрдәулетке деген қызығушылық байқалады. Кеше көрген сәтте екеуі ашық сөйлесіп, бір-біріне еркін сезініп тұрғандай болды. Бұл жай ғана достық па, әлде одан да терең сезімдердің бастамасы ма, оны уақыт көрсетеді. Бәлкім, алдағы эфирлерде олардың қарым-қатынасы қалай дамитынын көреміз. Қосылайық жобасы талай жұптың тағдырын біріктірген. Мүмкін Нұрдәулет пен Аягөзде сол бақытты жұптардың бірі болар. Бір жағынан Айданың да өз жолын тауып, алға жылжып жатқаны қуантады. Енді барлығының бақытты болуын ғана тілейміз. Нұрдәулет пен Аягөздің арасы күннен күнге жақындай түскендей. Көзқарастары үндесіп, әңгімелері жарасып тұр. Көрермендер де бұл жұпқа оң бағасын беріп қолдау білдіруде. Екеуі де өткенді артта қалдырып, жаңа парақ ашуға дайын сияқты.